Сәлем достар, бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз өзендегі қозғалысқа күрделі есептер. Ол үшін біз тағы да еске түсірейікші өзендегі қозғалысты. Егер өзеннің ағысы бағыты оң жағаға қарай бағытталып және ондағы қайығымыз немесе катердің де бағыты осы бағытта болатын болса, онда қандай қозғалыстар пайда болады? Біз білеміз, қайықтың өзінің меншікті жылдамдығы бар. Оны біз меншікті жылдамдық деп белгілейміз. ВМ деген қайықтың меншікті жылдамдығы. Және бізде өзен ағысының жылдамдығы бар. Оны біз өзен А деп белгілейміз. Яғни өзеннің өзінің жеке ағысының жылдамдығы. Ал егер қайығымыз өзен ағысымен бағытталып қозғалатын болса, онда бізде жылдамдық ағыс пен деп басталады. Оны біз В ағыс пен деп жазамыз. Өйткені бұл жерде қайықтың меншікті жылдамдығына ағыс жылдамдығы қосылады. Яғни бұл тең бізде қайықтың меншікті жылдамдығына қосамыз өзеннің ағыс жылдамдығын. Ал егер бізде керісінше ағысымыз оң бағытта, ал қайығымыздың жылдамдығы керісінше теріс бағытта қозғалатын болса ше, онда оның жылдамдығы қалай өзгереді? Бұнда да қайықтың меншікті жылдамдығы бар және ағыстың жылдамдығы бар. Ағыстың жылдамдығы қайықтың жылдамдығына қарама-қарсы. Олай болса, бұл жерде бізде жылдамдық табамыз, ағысқа қарсы жылдамдық. Ол жерде қайықтың жылдамдығына ағыс жылдамдығы кедергі келтіргендіктен біз қайықтың меншікті жылдамдығынан азайтамыз ағыстың жылдамдығын. Енді біз келесі меншікті жылдамдығы мен ағыс жылдамдығын тауып көрейікші. Ол үшін бізге берілген екі теңдікті екі жағын қос-қостан қосып шығайықшы. Яғни ағыспен жүрген жылдамдыққа қосамыз ағысқа қарсы жүрген жылдамдықты. Онда бізде ағыспен жүрген жылдамдыққа қосамыз ағысқа қарсы жүрген жылдамдықты. Оны теңестіреміз. Меншікті жылдамдыққа қосатын болсақ, ондай жылдамдық бізде екеу болады. Екі меншікті жылдамдық. Ал ағыс жылдамдығына біз қосамыз минус ағыс жылдамдығын. Олай болса, оның нәтижесі нөлге тең. Осыдан бізге қайықтың меншікті жылдамдығын табу үшін ағыспен жүрген жылдамдыққа қосамыз ағысқа қарсы жүрген жылдамдықты екеуін қосып, нәтижесін екіге бөлгенге тең. Яғни қайықтың меншікті жылдамдығы дегеніміз ағыспен жүрген жылдамдыққа қосамыз ағысқа қарсы жүрген жылдамдықты, нәтижесін екіге бөлеміз. Ал осы берілген алғашқы ағыс жылдамдық пен ағысқа қарсы жылдамдықтың керісінше азайтатын болсақ, қосудың орнына минус таңбасын қояйық. Олай болса, бізде ағыспен жылдамдығынан біз азайтамыз ағысқа қарсы жүрген жылдамдықты, теңестіреміз. Меншікті жылдамдықтан азайтамыз меншікті жылдамдық, нәтижесі 0 болады. Ал ағыстың жылдамдығынан азайтамыз минус ағысқа қарсы жылдамдықты. Онда бұл жерде таңбалар ережесі бойынша бізде өрнегіміз былай болады. Ағыс жылдамдығынан азайтамыз минус ағыс жылдамдығы. Таңбалар ережесі сіздерге түсетін болса, мына екі минус таңбасы плюсқа ауысады. Онда ағыс жылдамдығына қосамыз ағыс жылдамдығын деген сөз. Олай болса, ағыс жылдамдығы қаншаға тең болады? 2 ағыс жылдамдығы. Ал осыдан ағыс жылдамдығын табу үшін, ағыстың жылдамдығын табу үшін, ағыспен жүрген жылдамдықтан азайтамыз ағысқа қарсы жүрген жылдамдықты, нәтижесін 2-ге бөлгенге тең. Бүгін біз қарастырдық өзендегі қозғалысқа арналған күрделі есептер. Енді осы тақырыптың практикалық жүзінде есептерін шығарып көрейікші. Өзендегі қозғалысқа арналған есептерді қарастырайық. Бізге А пунктінен В пунктіне дейінгі қайықтың А пунктінен В пунктіне дейін ағыстың жылдамдығы белгісіз,
ағысымыз А пунктінен В пунктіне қарай бағытталған. Қайығымыз осы А пунктінен егер ағыспен бірге жүзетін болса, барлығы уақытымыз 30 минут қана кетеді. Ал керісінше қайығымыз ағысқа қарсы жүретін болса, онда оған барлығы кететін уақытымыз 40 минут. Ал бізге табу керек осы жердегі сал дегеніміз ол еске қайық сияқты, ол тек ағыс жылдамдығымен жүретін ғана қайық. Яғни осы салдың А пунктінен В пунктіне дейін қанша қашықтықта жететінін табуымыз керек. Ол үшін бізге нені табу қажет? Бізге берілген бірінші кезек қайықтың ағыспен жүргендегі уақыты бар, бірақ А пунктінен В пунктіне дейінгі ара қашықтығымыз тұрақты. Ара қашықтықты біз бірге теңестіріп ала аламыз. Өйткені қайығымыз ағыспен де жүреді, ағысқа да қарсы жүргендегі уақыт бар, яғни ара қашықтық тұрақты дегенді білдіреді. Олай болса, бірінші кезек бірді, яғни ара қашықтықты 30 минутқа бөлсек, онда біз табамыз 30-дан бірді. Бұл біздің қандай жылдамдығымыз? Яғни қашықтықты уақытқа бөлдік. Яғни бұл жерде қайығымыз ағыспен бірге жүргендіктен, бұл біздің ағыспен жылдамдық болады. Ағыспен жүрген жылдамдық. Ал керісінше, енді қайығымыз керісінше В пунктінен шығып, ағысқа қарсы жүретін болса, онда оны табу үшін қашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни қашықтығымыз тұрақты, тұрақтыны бірді бөлеміз 40-қа. Ол дегеніміз 40-тан 1. Бұл бізде қандай жылдамдық болады? Яғни қайығымыз ағысқа қарсы жүргендіктен, ағысқа қарсы жылдамдық. Ағысқа қарсы жылдамдық. Ал сал дегеніміз оның жылдамдығы жоқ болғандықтан, тек бізге ағыс жылдамдығын тауып алсақ жеткілікті. Ағыстың жылдамдығын табу үшін ағыспен жүрген жылдамдықтан ағысқа қарсы жүрген жылдамдықты азайтып, нәтижесін 2-ге бөлуіміз керек. Ағыс жылдамдығын табу үшін ағыспен жүрген жылдамдықтан ағысқа қарсы жүрген жылдамдықты азайтып, нәтижесін 2-ге бөлгенге тең. Ал мәндерін орнына қоятын болсақ, ағыс жылдамдығы тең болады. Ағыспен жүрген жылдамдық 30-дан 1, азайтамыз 40-тан 1-ді. Нәтижесін 2-ге бөлеміз. Ал 30 бен 40-қа ортақ бөлім табатын болсақ, екеуіне де ортақ бөлім 120 бола алады. 120-дан 120-ны 30-ға бөлсек 4-тен қалады, 120-ны 40-қа бөлсек 3-тен қалады. Алымында 4-тен аламыз 3-ті. Нәтижесін керісінше бөлу амалына кері амал көбейту 2-ден 1 деп алсақ та болады. Тең. Ал алымында не қалады? Бірінші жақшаның ішінде 120-дан 1 қалады. Көбейтеміз 2-ден 1-ге. Алымдарын және бөлімдерін жеке-жеке көбейтейік. Алымында 1, бөлімінде 240. 240-тан 1 дегеніміз ол бізде ағыс жылдамдығы. Ал бізге уақытын табу үшін біз енді не істеуіміз керек? Уақытты табу үшін, яғни бізде ара қашықтық 1-де, ара қашықтықты бөлеміз жылдамдыққа, ағыс жылдамдығына 240-тан 1-ге. Ал теңестіреміз, 1-ді көбейтеміз, 240-тан 1-ге кері сан 240-қа. 1-ді 240-қа көбейсек, нәтижесі 240-қа тең. Бұл бізде, яғни салдың А пунктіне В пунктіне дейін жүретін уақыты 240 минут. Ал 240 минутымыз қанша сағатқа тең? Минутымызды сағатқа айналдырайық. 240 минутты 1 сағатта 60 минут болғандықтан 240-ты 60-қа бөлсек 4 сағатта жүреді екен. Бүгін біз сіздермен қарастырдық өзендегі қозғалысқа арналған күрделі есептердің шығару жолын. Есептің шартына қайта оралайықшы. Бізге А пунктінен В пункті берілген ара қашықтығы тұрақты, егер ағыс жылдамдығы
ағыстың жылдамдығы мына бағытта А-дан Б-ға қарай бағытталған болса, қайығымыз осы ара қашықтықты 30 минутта жүретін. Ал керісінше, егер қайығымыздың бағыты оң бағытта болса, яғни біз ағыс жылдамдығымен бірге ағыспен жүрген жылдамдықты тауып алдық. Ал керісінше, қайығымыз ағысқа қарсы жүретін болса, осы ара қашықтықты ол 40 минутта жүретін. Оны біз ескеріп, қашықтығымыз тұрақты, 1-ді 40-қа бөліп, 40-тан 1 ол біздің ағысқа қарсы жүрген жылдамдығымыз болатын. Ал салдың өзінің жеке меншік жылдамдығы жоқ болғандықтан, оның жылдамдығы да ағыс жылдамдығымен бара-бар. Яғни, өзен ағысы қалай жүретін болса, сал да сонымен бірге жүзе береді. Ал ағыстың жылдамдығын табу үшін ағыспен жүрген жылдамдықтан азайттық ағысқа қарсы жүрген жылдамдықты. Айырманың нәтижесін 2-ге бөлдік. Нәтижесінде біз ағыстың жылдамдығын таптық. Ал ағыстың жылдамдығының мәні 1-дің 240-қа қатынасына тең болды. Ал уақытты табу үшін А мен В пункттың ара қашықтығы тұрақты 1 деп алдық, 1-ді бөлдік ағыстың жылдамдығына. Нәтижесінде бізде уақытымыз 240 минутқа тең болды. Ал 240 минутымыз 4 сағатқа тең. Сонымен сал А қаласынан Б пунктіне дейін 4 сағатта жете алады екен. Біз сіздермен қарастырдық өзендегі қозғалысқа арналған күрделі есептер. Келесі кездескенше сау болыңдар.